Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық, қымбатты тыңдарман қауым. Байнөлгей аймағының радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін қазанның 16-сы сенбі. Оралған арман, орындалған тілек. Қазағымның жоғын түгендеп, барым мақтан етіп әлем халқына танылуы егемендіктің арқасы. Біздің де ата жұрт ата мекен ұлы бабалардың басқан ізі, жүрген жолы. Халқым қазағым үшін деп қасықтай ғаны қалғанша жауымен күресіп, дұшпанымен тірескен Атбасар мекеніне оралғанымызға 28 жыл болып, жергілікті ағайынмен қыз алысып, қыз берісіп, балдай батып, судай сіңіп өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Атбасар ауданы Сергеевка ауылында Батыр Киікбай Байғара ауылы жерленген. Киікбай батыры 1693-тен 1741 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлт-азаттық соғысында ерлік көрсетіп, аты аңызға айналған адам. Есімі 12 рулы Керей елінің тұтастай бірі шеруші Бақат руының жолбасшысы, кесіп айтар биі бола білген айтулы тұлға. Жаугершілік кезде туған тұңғыш баласының атын ашаршылық заманда туған деп арық қойса, екінші баласын құлдай жүдеген заманда туғандықтан құл деп атаған. Бұл атағым ұрпағымның есінде жүрсін. Әрі үшінші баласы болып көбеңсіп қалденген кезеттеп көбеген деген ат берген. Мұндай қиын заманда оңбаған қиыншылыққа тап болып төртінші ұлын оңбай қойыпты. Және Аман, Оман деген екі қызы болған. Киікбай Байғара ауылын өз заманында ұлы Абылай ханның өзі аса жоғары бағалаған. Тарихта жұрт арасында Абылай мен Киікбай батырға қатысты мынадай аңыз бар. Бір жорықта Абылай бастаған қазақ қолы дұшпандарын ойсырата жеңіп, зор қуаныш, мол олжамен қайтып келе жатып, жол бойы Абылай хан бір төбенің басына шығып, сарбаздарына: "Біз жауды жеңдік, енді ешкімнен қорықпаймыз" деп ұрандап шуылдасады. Сонда Киікбай батыр атын екпіндете Абылай ханның қатарына келіп, ел ішінде бақталастық, бек ішінде тақталастық деген болады. Бақталастық болған елде береке болмайды. Тақталастық болған бекте пәтуа болмайды. Мен сол екеуінен қорқамын деген екен. Киікбай Байғара ауылы 1723-тен 1756 жылдар аралығында 4 мәрте айналып соғып, қазақтың 3/1 бостырып жіберген Ақтабан шұбырынды Алакөл Сұлама деген атаумен тарихта қалған. Қалмақ қырғынына қарсы шайқаста бел ортасында жүрген. Осындай ел басына күн туған жылдары талай тар жол тайғақ кешуден өтіп, ел басына күн туып, етігімен су кешкен заманда өмір сүрген. Бұрынғы қариялардан жалғасқан ауызша деректерде бұл кісі Арқалық жақ Алғадай, Ашкөл деген жерде қайтыс болған туралы толық айтылады. Ерте заманнан қазіргі Сергеевка ауылының жанында Киікбай адыр деген жер атауы күні бүгінге дейін солай айтылады. 2008 жылы 4 желтоқсандағы Ақмола облысының Арқа ажары газетіндегі Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, жазушы, драматург Баят Жанатұлы, шежіреші, тарихшы, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі Асылбек Байтанұлы жазған мақалаларында Киікбай Байғара ауылы туралы деректер толық көрсетілген. Ресей мұрағатында көрнекті орыс ғалымы Ерофееваның құрастыруымен шыққан 1675-тен 1821 жылғы қазақ басқарушы элитасының эпистолярлық мұрасы атты жазған дерегінде Керей тайпасының шеруші руының басшысы Байтайлақ батыр мен Киікбай батыры дәрі-дәрмек алу үшін Ресей патшасына барып жолыққаны туралы мұрағат материалында көрсетілген. Атбасар ауданының өлкетанушысы Клара Әмірқызының «Қиылған ғұмырлар, ауылым атамекенім» тарихи кітаптарында, жергілікті өлкетанушы Атбасарлық Бектұр Жәкішұлының «Батыр ата мәңгілік қалады» мақаласында да толық тарих жазылған. 1995 жылы ауданымыздың 150 жылдық торқалы тойы кезінде Атбасар ауданының шешімімен қазіргі зират көтеріліп, сол кездегі әкім болғаны Тасболат Қасенов, аудан әкімінің орынбасары Сатыбалды Жұмағатов, құрылыс мекемесінің бастығы Бейсенбек Құрманқұлов
және Серік Есполов, Пшенова Жамал, Сабиренов Жылқайдар, Өтеуов Қайролла, Клара Әмірқызы зиратты жөндеп басын көтерді. 1950 жылы осы жерден егін жыртып жүргенде батырдың сауыты табылып, Атбасар ауданының өлкетану музейінде сақтаулы тұр. 1999 жылы 4 маусымда жергілікті баспаларға ұрпақтар сыр шертеді. Батыр Киікбай Байғараұлы туралы кім не біледі атты мақалалар жарияланды. Сол жылдары Түркістанда халықаралық университетте ұстаз болған Мініс Әбілтайұлы, тарих ғылымдарының докторы, жазушы, ғылыми қызметкер ағамызбен де қатынасып, сұрау салып, сол кезде Қазақ елі деген газетіне шеруші Киікбай Байғараұлы туралы жазғанын айтып еді. Өкінішке орай ағамыз қайтыс болып, ол мақаланы тауып оқи алмадық. Сондай-ақ Монғолия мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер, жазушы, тарихшы Шынай Рахметұлының материалында да шықты. Қытай Халық Республикасының Алтай аймағының уәлиі, Қытай Орта Азия мәдениетінің зерттеу қоғамы басшысының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, жазушы Қатыс Жәнәбілұлының Шеруші ата тарихы кітабының 170-ден 173 беттерінде де Киікбай Байғараұлы туралы жазылды. Сондай-ақ 2017 жылы қазанның 22 күні шыққан Қазақстандық өңірлік қасиетті нысандары кітабына Қазақстан Республикасының тарихшы, жазушы ғалымдары Арыстанбек Мұхамедиұлы, Берік Әбдіғалиұлы толық материал енгізіп, картада белгіленгені барша аудан халқы, әсіресе батырдың ұрпақтары үшін үлкен қуаныш болды. Еліміздің киелі шаңырағы 2 ғасырға жуық тарихы бар Ұлы Жібек жолындағы Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, батыс шығысын жалғаған отанымыздың кіндік қаласының бірі Атбасар қаласы биыл 175 жылдығын тойлағалы отыр. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының тікелей қолдауымен кесене орнату, абаттандыру жұмысын кезінде тарыдай шашылған Монғолия, Қытай, Түркияда тұратын ұрпақтары қолға алып, халықаралық дәрежеде белгілеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Іске сәт. Торқалы тойымыз құтты болып, ұлы дала қазақ елінің көк байрағы аспанда желбірей берсін. Осындай үлкен даталы мереке жылында батыр бабамыз Киікбай Байғараұлына келешек ұрпақтар есінде мәңгі қалатын іс-шаралар жүргізу. Ұрпақтары біздің парызымыз деп жазады Монғолия білім саласының озат қызметкері, Қазақстан Республикасы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының мүшесі, қарт ұстаз, еңбек ардагері Бәкейұлы Қазы.